Жаңағы Жамбыл 7 жаста, Баян ағам 97 жаста. Құдай жарылқап, ақ түйенің қарлы жарылып, қазақ мемлекетінің бүгін 20 жылдық тойында отырмыз. Той қайырлы құтты болсын, той тойға ұласа берсін. Мен үш дәуірді бастан өткірдім. Патша заманда дүниеге келіп, талай ауыртпалықты бастан кештім. Алмағайып, не бір заманнан аман өтіп, бүгін мінекей тәуелсіз қазақ елінің абыройы асып, мәртебесі тасуына куә болып отырмын. Арманым жоқ. Қайырлы болсын. Аса қадірлі Нұрсұлтан, азаттықтың алғашқы жылдары біздің әлі есімізде. Елдің еңсесін көтеру, халықтың адастырмай алға бастау оңай емес еді ғой. Сіз еншісін алған елдің көшін бастадыңыз. Сөйтіп, көреген дағы, көсем дағы, көшен басшы болдыңыз. Шүкіршілік, көшіңіз көрікті болып, керегеңіз кең болып, дүниесіне белгілі мемлекет орнаттыңыз. Ұлтты ұйымдастырып, елді береке бірлікке шақырдыңыз. Сөйтіп халқымызды тар жол тайғақ кешуден аман алып өттіңіз. Аса мәртебелі Нұреке, бүгінгі тойда осыдан 50 жылдай бұрын өзім куә болған уақиғаны айтқым келеді халыққа. 1963 жылдың басында біз солтүстіктегі 5 облыстың коммунист делегаттары Қазақстанның кезекті басқосуына келіп Теміртауға тоқтағанымызда біздің вагонымызға бір ашық дауыспенен ассалаумағалейкум деп сәлем беріп бір жігіт кеп кірді. Жап-жас жігіт жұлдыздай жайнаған Нұрсұлтан тұр. Сол жап-жас жігіт біздің президентіміз Нұрсұлтан. Біз сізді Көкшетаудың қарлы жайлы дастарханына дәмге шақырдық. Жақсыда жаттық жоқ дегендей, сіз аз уақытта бізбенен баяғыдан бері өсіп бірге келе жатқандай әңгімелестіңіз. Бізге өте сондай қуанышқа бөледіңіз. Біз сіздің келешегіңіздің кең азамат екендігіңізге сол күнде көзіміз жеткен. Сіздің жалынды сөзіңіз бізді қанағаттандырды. Болашақта ел бастайтұғын мықты азамат болатыныңызды сол кезде байқаған едік. Сүйер құлың болса, сен сүй, сүйенерге жарар ол деп Абай айтқандай, сіз халқымыздың арқа тұтар сүйеніші, мақтан етер сүйеніші болдыңыз. Қазақстан сөзі сіздің атыңызбенен
қатар айтылатын егіз ұғымға айналды. Сіздің ерен еңбегіңізді қазір әлем жұртшылығы тегіс мойындайтын болды. Сіз дәуірдің дарабозы, ғасырдың ерен тұлғасысыз. Аса құрметті елбасы Нұрсұлтан айналайын, мен ғасыр жасаған қариямын. Жер алыбы Жамбыл сияқты ұзақ жасап келемін. Сондықтан осы мереке сәтінде жүрек жарды тілегімді айтсам деймін. Жамбылдың жасына жетіңіз, еліңізді мәңгілікке бастаңыз. Әлем саясатының төрінде отырып билік айтыңыз. Тілегім қабыл болсын халыққа. Құдай береке берсін. Рахмет, ақсақал.